Бұның білім беру қаражатына бөлінетін республикалық бюджеттен арнайы қаражат бөлінеді. Және бұл қаражат министрлікпен келісілмейді, бірден үкіметпен, өйткені өздерінің қамқоршылық кеңесі шешеді. Бәлкім сол кезеңде бұлдай жоба қажет болды. Өйткені Қазақстан әлемнің білім нарығына, ондағы болып жатқан өзгерістерді нақты зерделеуге мүмкіндік алуға бұл білім ұйымдарының жасаған оң өзгерістері бар. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Біріншіден, ол жерде білім бағдарламалары жаңаша бекітілді. Ол жерде олимпиадаға қатысты білім методикасы. Мына қазіргі айтып жатқан сізбен біздің пәндік кабинет, алған білімді өмірде пайдалану алу парадигмасы, соның бәрі жалпы сол кезеңдегі келген дүниелер. Қазіргі таңда мен қалай ойлаймын? Қазіргі таңда зияткерлік мектептерге жалпы коммуникацияны өзгерту керек.